Қарттарым асыл қазынам. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған 25 игі іс деп аталатын шара осы тақырып аясында өтті. Бұл Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры мен Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының бірлескен жобасы. Мерекелік шараға елорданың 100-ге жуық егде жастағы тұрғындары қатысты. Олар үшін биылғы мерекенің орны ерекше. Қаланың көрікті жерлерін аралаған қарттар физика-математика мектебіне табан тіреді. Ұстаздар қауымы қонақтарды ерекше ықыласпен қарсы алды. Атаулы күнге орай дайындалған бас қосу білім ордасының қоғамдық өмірімен танысумен басталып, мерекелік дастарханға ұласты. Қарттарың ұзақ болсын ғұмырыңыз, құрметті топ, Астананың құшақ жайды бір мектебі. Арнау айтылып болғасын мерекелік құттықтауларға ұласты. Акцияны ұйымдастырған елордалық жас кәсіпкерлер бұл күннің маңызы мен мәніне тоқталып өтті. Қариялар білім ордасының оқушылар дайындаған шағын концерттік бағдарламаны тамашалады. Өздеріне деген ықылас пейілге зейнеткерлер алғысын білдірді. Дәрігерлер де, мұғалімдер де, бәрі де осында бүгінгі келіп, өзінің ризашылығын білдіріп отыр. Үлкен адамдар көңілшек болады, болашақтымыз. Шын мәнінде бүгінгі сондай көңілмен толқыдық шара өте тамаша өтіп жатыр. Бәріміздің көңілімізден шықты. Біз ризамыз. Еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл арналған біздің қозғалысымыз 25 игі іс аталған акцияны жарияланды. Біз бүгін қарттарға арналған шара ұйымдастырдық. Мынау мектепте концерт жасап, дастархан жайдық. Бұл біздің елімізге көрсеткен құрметіміз. Мерекелік шара барысында қазыналы қарттарға гүл шоқтары ұсынылды. Айта кетерлігі, қарттар күніне орай өткен бұл акция 25 игі істің тек біреуі ғана. Ұйымдастырушылар бұл бағытта әлі де бірқатар бастамаларды қолға аламыз деп жоспарлап отыр.